осы Хадиша анамызбен сырлас деген кітап жазған Жансая апайға мың алғыс айтамын. Прям күшті екен. Хадиша анамыз пайғамбарымызға лайықты болған, әрдайым қолдау көрсеткен. Мысалы, Хадиша анамыздың орнына енді басқа адам болғанда пайғамбарымыз бұлай осылай атаға шығу мүмкін бе еді, мүмкін емес пе еді, кім біледі. Осы Жансая апайға мың алғыс, оны қолдаған Мұхитдин ұстазға да мың алғыс, осылай жазып шыққан бүкіл адамға мың алғыс. Бүгін 2,5 сағат бітірген шығармын. Өте мағыналы кітап екен. Барлық қыздарға ол 2,5. Қазір мынаны сен мамаңның жаттанды сөздерін айтып тұрған жоқсың, иә? Қалай бар солай, иә? Мамаң мүлдем не айтты саған? Қазір шыныңды айтшы, мама не айтты? Мама айтты, жасанды болмай, өзің жүрегің не айтқысы келеді, соны шығар. Иә. Енді кітаптың аты қалай екен? Хадиша анамызбен сырлас. Жансая Ибраим апайымыз жазған. Неше беттен тұрады екен? 107 беттен тұрады. 2,5 сағатта оқып біттім деп отырсыз да? 2,5 сағат оның ішінде сіз перерыв, яғни үзіліс жасадың, тамақ жедің, содан кейін қайттан оқыдың да? Егер ешқандай үзіліс тамаққа кетпесе, сен оны Алланың қалауымен 1-2 сағат оқып тастайтын едің. Енді жарайды. Және тамаққа дейін оқығаның қалай екен? Тамақ жеп болғаннан кейін оқыған. Тамақтан кейін уже тамақтың алдында сумен ғана отырасың ғой. Бос кете береді да ше. Жеңіл оқу. Тез оқысаң да, жай оқысаң да өзіңе андай рахат та ше. Андай тамақ жеп, тем более мен өзім тоя жеймін да. Мына аяғым топ кетіп су іше бердім. Содан оқу қиын болады, созылады, ұйқың жалқаулық келеді. Мынау тем более мен мынандай орындық алғам, бүйтіп жатып оған. Содан білім ілім ізденушіге лажы болса қарның қатты лық толтырудың қажет жоқтығын түсіндің, иә? Ғалымдар да айтады ғой негізі. Аз жаңағы білімді аш кезде ал. Аш кезде күшті қанат сіз айтып жердің ба? Жарайды, кітапқа оралақ. Кітап неше беттен тұрады дедің? 107 беттен тұрады. Негізі бай қатты шрифттерін де күшті таңдап, орындардан да 107 дегенде мынандай беттері бар. Сен жасың нешеде? 12-де 13-ке толған. 13 жасында сен Хадиша радиаллаху Хадиша анамыз туралы кітап Алла тағалам оқытып отыр да қазір. Алланың қалауымен да 13 жасында, 12 жасында, 13-ке толған жоқсың, 12 жасында Хадиша анамыз туралы біліп, мысалы, шіркін-ай, мен де сондай болсам ғой деген қандай бір қасиеттерді өзіңе әсер етті, мысалы? Мам ба? Енді қазір кішкентаймын ғой, енді өскен кезде тұрмысқа шығам ғой, сол кезде бірге ақылдасып, шешіп, қолдап, өзіңнен таңдап, жүрегіңді түсінетін адамды таңдап. Еще маған бір жер өтті да ше. Кім еді? Нафиса еді? Бір көмекшісі болады Хадиша анамыздың. Сөйтіп жүреді, соған көзіне мұңды байқайды ғой сол көмекшісі ше. Сөйтіп не болды? Құрбысы да әрі. Сөйтіп сырласады, бәрін айтады. Ол екеуі пайғамбар болатын білгенін де айтады, пайғамбар болатын айтқан. Сөйтіп бәрін айтады ғой, пайғамбарға барады. Сіз неге 25 жас енді үйленетін прям күшті жас, неге үйленбей жүрсіз дейді. Неге бойдақсыз дейді. Қаражатым жоқ дейді. Егер қаражаты бар, дана, сұлу, ақылды, парасатты, абыройлы, иманды болса, өзінің бай қуатты болса, үйленер ме едіңіз, дайынсыз ба деген кезде, ондай адам кім ал дейді да, кім ол қыз дейді. Сөйтіп Хадиша анамыз десе, Хадиша анамыз болса үйленеміз деп отыр. Күшті болып жеткізген. Ішімді жанымдаймен оқысаң күшті болып жеткізген. Тағы есінде қалған жері? Тағы есінде қалған жері? Айша анамыз. Енді оны жамандағандай болмайды енді. Айта бер. Сосын Айша анамыз пайғамбар екеуі сырласады. Хадиша анамыз қайтыс болғаннан кейін Айша анамызға үйленеді. Сөйтіп екеуі тұрмыс құрады. Тұрмыс құрады, екеуі өмір сүреді. Сөйтіп бір күнім Хадиша анамыз туралы айтап береді. Хадиша анамызды қой сояды, түйе сояды енді. Бәрін істейді. Құрбандық шалады. Сөйтіп, мен де ойласақ, сұп-сұлу
неше жас қайтыс болған адамды ойлай беріп ойласай мен де жап-жас жаспын сұп-сұлумын қай жерім кемде ондай. Сол кезде мен мысалы Хадиша анамыз Айшаның орнында болғанда Айшаны есіңе ал, Айша Хадиша анамыздың орнында болғанда Хадиша анамыз Айшаны есіңе ал, сені қолдаған адам сол, ол болмаса біз қазір қайдам деп айтатын сияқты болды да маған. Хадиша анамыздың парасат деңгейі соншалықты кең болар еді деп түсіндім. Оқығаннан кейін бүйтіп тамақтан кейін бүйтіп жатқаннан соң сразу айта салған неміз. Содан кейін Тахира деген қалай түсіндің? Дана, парасат. Тахира Хадиша анамызды неге аты Хадиша деп қойылған екен? Ерте туған дейді. 7 айлығында туған, иә. Және пайғамбарымыздан ертерек туылған. Және де ертерек түсінген. Ол ешқашанда пұттарға, сондай нәрселерге табынбаған. Жаңағы пайғамбарға тұрмысқа шықпай тұрған кезде ол кісі түс көрген, иә? Иә, түс көрген. Нағашы ағасы жорып береді. Сөйтіп пайғамбар болады дейді ғой. Жүрекпен сезініп, солындай үлкен миссияға не істейді? Дайындала бастайды. Дайындала бастайды. Оның пайғамбар болатынын біледі ғой енді. Иә, қанша пайғамбарға күйеуге мен негізі вообще 2 күйеу болған, қайтыс болып кеткен 3 баласы бар. Біріншісінен 1 бала, екіншісінен 2 бала, 1 қыз 1 ұл. Сөйтіп 3 баласы бар. Енді жесір қалған. Сосын вообще неше түрлі бай, денелі, ірі азаматтар келіп көңілін айтып, көңіл білдіріп, еш жоқ, вообще болды, все, бітті. Осы 3 баламды бағам, қағам, осы кәсібімді жалғастырам деп жүргенде, үлкен инвестор, кәсіпкер болған, иә? Кәсібімді жалғастырам деп жүргенде, пайғамбарымыздың Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның пайғамбар болатынын біледі ғой, біліп қояды. Сөйтіп пайғамбарымызға күйеуге шығам дейді ғой. Қалай біліп қояды енді? Оны қалай біліп қояды? Қалай біледі адам? Қалай білуі мүмкін? Түс көреді. Түсті кім береді ол? Кім береді? Алла тағала сезіндірген ғой. Сөйтіп оны түс жоритын ағасына айтқан, оны ашып берген, сөйтіп біліп, сол көмекшісіне айтқан, көмекшісі сондай ғой. Оқысаңыздар түсінесіз. Содан кейін жаңа Тахир ерлерге Тахира деп оқыдың ғой сен, мына жерде жазылып тұр деп. Не екен? Сол маған айтып берші, есіме қалып қойды да, сол не деген мағына екен? Тахир ма? Хадиша анамыздың Тахир атануы. Айша анамыз жала жабылған жылдары түскен бір аятта Тахир адамға Тахир әйел үйленеді. Енді түсіндім. Сен қандай болсаң, сенің өмірлік жағыңда сондай болады деген сияқты. Яғни Тахир адамға Тахир адам. Сол үшін әрбір өсіп келе жатқан қыз да, ұл да кішкентай күнінен не істеу керек екен? Ойымен, ісімен, ішімен барынша Алла тағаланың разылығы үшін не болуға тырысу керек екен? Таза болуға тырысу керек екен. Ойы тұнық, таза, жаны нұрлы болуға тырысып, жаман нәрседен көзін, сөзін тыйып жүрсе, Алла тағалам сәйкесінше өзіне ұқсаған, болмаса өзіне ұқсаған Алла тағаланың жұбайын беру мүмкін екен. Енді өзінің жұбайыңды табуда жаңағы қателеспеймін. Өзінің жақсы көретін азаматына шыққанда ол ешқандай өзін жақсы көретін күйеуге тұрмысқа шыққанда, балаға тұрмысқа шыққанда, ол әрдайым сон туысқандарын, қылықтарын, басқалар мынау да бір деген жерін, наоборот, соны жақсы көреді. Бәр нәрсеге шыдап, сабыр етіп. Если шын мәнінде жақсы көріп тұрса да. Содан кейін жаңағы үйленгеннен кейін 1 апта кім үйінде тұрды? Неше түрлі бай болып, неше түйесі болып, керуен десесе де, кетей ғой енді пайғамбарымыздың ағалары, соның үйінде келін болып, 1 аптадай тұрды. Сұранып, кетеді ғой енді. Сөйтіп жаңа 2 баланы асырап алды ғой? 1 баланы асырап алды. 2 бала. Сөйтіп сол пайғамбардың ағасынан 1 баланы асырап алады. Сосын құлды тағы біреу алып кетеміз деп тұрғанда, жоқ, бізде қалады деп тағы біреуін асырап алады. Өзінің 3 баласы бар, одан 6 бала тағы туады Хадиша анамыз. Сөйтіп енді. Содан кейін жаңағы сүт анасына да не дейді? Пайғамбардың сүт анасына да біздің
үйде тұрыңыз деп көңілін иә білдіреді. көңілін айтады да айтады енді айтады ғой тұрсаңызшы деп сөйтіп айтқаннан жоқ өзім үйімде шаруаларым бар деп сүт анасы келіспейді. Енді Хадиша анамыз өмір бойы пайғамбарымызбен бір-бірін түсініскен адамдар болды, иә? Қолдап, енді қанша жыл өмір сүрген екен бірге? 25 жыл ме? 25 жыл. 25 жылдай өмір сүрген. Неше баласын өмірге әкелген? 6 баласын алып келген. 25 жыл өмір сүрген. 24 жыл бірдеңе ай, иә? 24 жыл бірдеңе ай, иә, солай жазылған. Оқуға кеңес бересіз ба? Иә. Ондай өзің бірінші басында енді ұйқым келеді, мен білмеймін, өзім сондаймын да, ұйқым кітап оқысам ұйқым келеді. Оқисыздар, 15 беттен кейін уже қызығына кіресіздер. Байкот жылдар деген қалай түсіндің? Байкот жылдар? Пайғамбарымызға андай қатты не істемеген кезде деп па, сондай қылып түсіндім. Байкот жылдар деген үлкен сауда, кәсіп, бизнес, мысалы менде товар бар болса, кіргізбей, сатқызбай қоямын ғой. Тауар айналым болмай қалады, сауда айналым болмай қалады, тоқтатып тастайды. Сөйтіп 3 жылдай байкот жылдар болды дейді. Ең қиын жаңағы аштықтан да андай не болатындай. Сол кездің өзінде пайғамбарымызға не болып, ең соңғы сондай бай болған біздің берекелі анамыз соңғы демінде де өзіне орайтын кебін таба алмайтындай. Бәрін. Сол кезеңдер біздің пайғамбарымызға Мұхаммед Мұстафа саллаллаху өте жаңағы қиын кезеңдер еді дейді, иә? Абу Талиб ағасы да өмірден өтті. Сонымен қатар анасы Хадиша, жұбайы анамыз біздің Хадиша радиаллаху анамыз да өмірден өткен кезең еді дейді. Кітап өте ұстауға ыңғайлы. Және тағы бір жер айта салайыншы. Пайғамбарымыздың ағасы барып керуенді басқаруға көмектесемегенде ондай болар ма еді, болмас па еді? Ағасына да мың алғыс, жазған адамға да мың алғыс, пайғамбарымызға да, Хадиша анамызға бәріне мың алғыс. Али радиаллаху туралы оқыған кезде сенде қандай сезім болды? Соны есімде көп оқыдым ше. Өзімен бірге кетіп бара жатқан кезде бір баласын алып кетті ғой. Сол баласының аты кім еді? Али радиаллаху. Ең бірінші неге тұрған адам деді? Намазға тұрған. Жаңағы Хадиша анамыздан кейін үшінші болып тұрған жас бала, 10 жаста исламды қабылдаған кім екен? Али радиаллаху. Алланың нұры жаусын қызым. Қайырлы, берекелі ілім болсын. Мама саған уәде берген. Менде бірақ қазір ақшаны нетерміз, бірақ ақшашын оққан жоқсың. Мен бірден білем көңіліңді. Өзім просто саған сый ретінде сұраған 12.000 теңгеңді беремін. Мен 60-шы бетте уже шаршаған, тамақтан кейін ғой, енді 50-ші беттен кейін уже тамаққа бетіп кеткен ғой. Уже ертең деп ше. Соған жартысына келген соң сыйымыз бар деп андай. Иә. Бізге андай мотивация да. Зато қадірлеп ұстап жүресің, иә? Еңбекпен келген затыңды. Еще өзің тапқа 500 теңге болсын бүйтіп магазинге мороженое дейді екен. Жоқ, мороженое алмай қоймайды. Экономдап па? Барынша закупкалар іздеп арзан. Алла тағалам ілімнің де жаңағы қаражаттарыңның да болашақта өміріңнің де берекесін берсін. Алла разы болып, Хадиша радиаллаху анамыздың рухы қолдасын. Баршамыздан. Жақсы, қызым. Жарайсың.